Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде бүгін олимпиада есептерінің бірі. Түбір астында өрнектің мәнін табуымыз керек, есептеуіміз керек. Енді бұл жерде бір тактиканы пайдаланайын деп отырмын. Бұл есепте А деп 199-ды алайын деп отырмын, Б деп 101 және А плюс 1 Б-мыз 300 екені белгілі. Енді бізде осындай жаңа айнымалыға өттік. Енді А плюс Б-ның 4-ші дәрежесін есептейтін болсақ, бізде осы өрнек пайда болып тұр. Бұл жерде байқасақ, А-ның 4 дәрежесімен А-ның 4 дәрежесін қосуға болады, және Б-ның 4 дәрежесімен Б-ның 4 дәрежесін қосуға болады. Ұқсас мүшелерді қосайық, сол кезде қосындыны байқайтын болсақ, 2-ге бөлінетін сандар шығып тұр. 2 мен бөлшектің бөлімінде тұрған 2 мен алымында тұрған сандарды 2-ге қысқартайын. Сол кезде пайда болады. А-ның 4 дәрежесі плюс Б-ның 4 дәрежесі плюс 2А куб Б плюс 3А квадрат Б квадрат плюс 2А Б куб. Бұл жерде не істеуге болады? Бұл жерде мына тактиканы пайдаланып кетейік. Көбейткішке жіктеуіміз керек. Қандай да бір санның квадраты екенін тапсақ, түбірмен қысқартуға болады. Енді мына 3А квадрат Б квадратты мен 2-ін алайын. 2-ін алайын. Және бірін мына жерге жазып қояйын. Енді мына тұрғанымыз қысқаша көбейту формуласы. А плюс Б-ның А квадрат плюс Б квадраттың квадраты. Және мына 2-ден 2А-ны жақшы сыртына шығаруға болады. Сол кезде бізде мынандай өрнек пайда болып тұр. Мынау қысқаша көбейту формуласы. А квадрат Б квадраттың квадраты. Мына 2-ден 2А-ны жақшы сыртына шығарсам, осындай өрнек пайда болды. Енді мына тұрғанымыз бірінші санның квадраты. Мына тұрған бірінші сан формулада 2. Және бірінші және екінші сандардың көбейтіндісі. Және екінші санның квадраты. Яғни бұл дегеніміз қысқаша көбейту формуласы. Білсек, мынандай түрлендіруге болады. А квадрат плюс Б квадрат плюс АБ-ның квадраты. Квадрат пен түбірді қысқартатын болсақ, ол кезде бізде пайда болады А квадрат плюс Б квадрат плюс АБ. Енді А-ның және Б-ның орнына берілген 199, 101 деген сандарды қоятын болсақ, нәтижені алуға болады. Алайда бұны шамалмен мына формада істеген ыңғайлы деп ойлаймын. А плюс Б-ның квадратынан АБ-ны азайта салған. А плюс Б-ның квадраты ол 300. 300, мынау 300 шықса, 300-дің квадраты 300 шығатын болса, квадрат 90 мың. Мына 2-ның көбейтіндісі 199 бен 101-дің көбейтіндісі 20.099, азайтқан кезде 69.901. Таңдағандарыңызға рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, қолдау көрсетейік. Комментарийда түсініксіз сұрақтарды қояйық. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпайық. Рахмет.